Сәлем, жас достар. Бүгін біз суреттердің сиқырына еніп, тіршілік керуенінің қалай қозғалатынын өз көзімізбен көреміз. Дайынсыздар ма? Саяхатымыз басталды. Қараңыздаршы, өзендер қалай сылдырап, табиғат қалай тыныс алады. Бұл миллиардтаған жылдық ұлы қозғалыстың бастауы. Осы сұлулық бізге қайдан келді? Әуелде жер беті нағыз от пен судың майданы еді. Жанартаулар оянып, мұхиттар тулаған бұл сәтте алғашқы тіршілік ұшқыны пайда болды. Дәл осы судың астында біздің көзімізге көрінбейтін кіп-кішкентай ағзалар қозғала бастады. Олар өмірдің ең алғашқы қадамдарын жасады. Бұл микроағзалар бірте-бірте көбейіп, мұхит әлемін түрлендірді. Олардың әрбір қозғалысы болашақ үлкен өмірге бастар жол еді. Кейін балдырлар пайда болып, бізге тыныс алу үшін ауа сыйлады. Тіршілік барған сайын күрделеніп, жер беті жайқала бастады. Озон қабаты біздің қорғанымыз. Ол күндің зиянды сәулесін тосып, тіршілікке құрылыққа шығуға мүмкіндік берді. Нағыз сиқыр. Палеозой дәуірінде жер бетін алып ормандар басып, жануарлар алғаш рет құрылыққа қадам басты. Өмірдің жаңа парағы ашылды. Осылайша миллиардтаған жылдық үздіксіз қозғалыс біз білетін бүгінгі ғажайып әлемді қалыптастырды. Бәрі өзгеріп дамып отырды. Міне біз бүгінгі күнге оралдық. Біздің айналамыздағы бай табиғат миллиардтаған жылдық ұлы эволюцияның қозғалыстағы жемісі. Тіршілік тарихын білу, өз жүрегіңді тану. Табиғатты аялап, оны қорғау бәріміздің міндетіміз. Келесі саяхатта кездескенше сау болыңыздар.